Бүгін біздің ауданымызда үлкен іс-шара өтіп жатыр. Цифрлық әлем қауіпсіздігі. Біз жаңағыдай естідік, прокуратураның докладын тыңдадық, психологтардың барлық цифрлық тазалық дейміз ғой, гигиена. Ол үйден басталады деп ойламын. Біз білетін суицид және басқа да заңсыз әрекеттер жасауда интернеттің рөлі өте әсері үлкен болып тұр. Содан қалай қорғау екен мәселені көрсетеміз. Сонымен қатар бұнда ата-аналарға жеткізетін дүние біздің осы облыс прокуратурасының бастығысымен ұрпақ деген телеграм бот ойлап тапқанбыз. Ол телеграм бот деген бүкіл мектептерде бар. Әдейі QR-код бар, QR-кодқа жазады да, онда қандай проблемалар бар, кез келген ата-ана, кез келген оқушы айта алады. Ол бүгін жұмыс істеуде, онымен біз осы жыл, ағымдағы жылдың өзінде де 24 нелер болған, жолданымдар, соның бәрін қарады. Қылмыстық іс қозғалған, әкімшілік іс қозғалған ата-аналарға түсіндірме жұмыстар жүргізген.